Саламатсың ба балақай? 99-шы сабақ. Сен не білесің? Осы уақытқа дейін алған білімімізді қорытындылаймыз. Бірінші есеп. Амалдардың белгісіз компоненттерін ата. 8 шығу үшін 5-ке нешені қосамыз? 3-ті қосамыз. Ал 5 шығу үшін 3-ті қандай санмен азайтамыз? 8-ден 3-ті азайтамыз. Бізге қосылғыштар берілген және қосындының мәні берілген. Азайғыш пен азайтқыш айырманың мәні. Осыларды қайталаймыз. Екінші есеп. Кесте бойынша өрнектер құрастыр. Олардың мәнін тап. Бізге қосылғыштар берілген. Қосындының мәнін табуымыз керек. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. 50-ге 10-ды қоссақ 60 шығады. Келесі, азайғыш пен азайтқыш берілген, айырманың мәнін табуымыз керек. 6-дан 3-ті азайтсақ 3 қалады. 100-ден 70-ті азайтсақ 30 қалады. Үшінші есеп. Теңдеулерді шеш дейді. X қосу 3 тең 10. X-ті табуымыз керек. Ол үшін 10-нан 3-ті азайтамыз. X тең 10 азайту 3. X тең 7 болады. Енді теңдеуді тексереміз. 7 қосу 3 тең 10. 10 тең 10. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі, 60 азайту X тең 40. X-ті табу үшін 60-тан 40-ты азайтамыз. X тең 60 азайту 40. X тең 20. Енді тексеріп көрейік. 60-тан 20-ны аламыз, 40 болады. 40 тең 40, теңдеу дұрыс шешілді. Төртінші есеп. Есепті шығар. Жүзу үйірмесіне 10 ұл мен 20 қыз қатысады. Үйірмеге барлығы неше бала қатысады? Бізге барлық баланың санын табу керек. Ол үшін 10-ға 20-ны қосамыз. Сол кезде барлық бала саны шығады. 10 қосу 20 тең 30. Сонда барлығы 30 бала үйірмеге қатысады. Бесінші есепте 4-ші есепке қарап кері есеп құрастыру керек. Кәне шығарып көрейік. Біз қыздардың санын тауып көрейік. Барлық бала саны 30, ұлдардың саны 10. Қыздар нешеу екенін табуымыз керек. Ол үшін барлық бала санынан ұлдарды азайтамыз. 30 азайту 10 тең 20. Сонда қыздардың саны 20. Енді ұлдардың санын табайық. 30-дан 20-ны азайтамыз, 10 қалады. Яғни барлық бала санынан қыздарды азайтқанда ұлдарды табуға болады. Сонда ұлдардың саны 10 екен. Алтыншы есеп. Есептеулерді тексер, қатесін түзет, дұрыс шешімін жаз. Бізге есептер берілген. Барлық есептеулер көрсетіліп тұр. Қате шыққандары да бар екен, соны есептеп табу керек. 50 қосу 10 тең 60. 50-ге 10-ды қоссақ 60 шығады, дұрыс е? Келесі, 90 азайту 30 тең 50. 90-нан 30-ды азайтсақ 50 қалама? Дұрыс емес, 60 қалады. 70 азайту 40 тең 40. 70-тен 40-ты азайтсақ 30 қалады, бұл да дұрыс емес. 60 қосу 40 тең 90. 60-қа 40-ты қоссақ 100 болады, бұл да дұрыс емес. Келесі, 80 азайту 50 тең 30. Дұрыс, 80-нен 50-ді азайтсақ 30 қалады. Келесі, 50 қосу 50 тең 100. 50-ге 50-ді қоссақ 100 болады. Бұл есеп дұрыс. Бізге берілген 6 есептің 3-еуі дұрыс, 3-еуі дұрыс емес. Дұрысын тексеріп өзің жаза қой. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше балақай.